Көрнекті қазақ ақыны Есләм Зікібаевтың туғанына 80 жыл. Жерлес ақынның мерейтойына орай Петропавлда ғылыми-практикалық конференция өтті. Қазақ театрының фойесінде ақынның шығармашылығына арналған көрме ұйымдастырылған. Кейін конференция басында Есләм Зікібаев туралы деректі фильм көрсетілді. Фильм барысында ақынның көзі көрген зиялы қауым өкілдері өз ойларын ортаға салды. Ал конференция барысында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова облыс әкімінің атынан ақынның мерейтойымен құттықтап, оның қазақ әдебиетіне қосқан үлесі мол екенін жеткізді. Ал алматылық мейман Әділғазы Қайырбековтың сөзінше, Сәбит пен Ғабит жазушылардың тәлімін көріп өскен Есләм Зікібаевты елім жерім деп тебіреніп өткен ақын деп атады. Ақын өзінің өлеңдерінде, жырларында тек туған жерін ғана жырлап қоймайды, бүкіл өзінің азаматтық жүрегіндегі перзенттік парызы ретінде, осы ұлттың жанашыры ретінде өзінің толғақты ойларын айтады. Есләм Зікібаев сондай ойларын айтып кеткен азамат. Оны кейінгі ұрпақтары дұрыс қабылдап, сол айтып кеткен өсиет, аманат жырларына адал болып өссе, бұл үлкен ұлағатты тәрбиелі шаруа. Ерке Есілдің ақ толқыны Есләмі деу тегін емес. Себебі Есләм Зікібаев Есіл өзенінің жағасында Өрнек ауылында туып өскен. Қазір өз оққан ауылдағы мектебіне ақынның аты берілді. Есіл ауданының құрметті азаматы атағын алған. Ол 1961 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика бөлімін бітірген. Еңбек жолын Қазақстан пионері газетінде бастап, бірнеше республикалық белді басылымдарда қызмет жасады. Дегенмен Қызылжарым деп туған өлкесін әрдайым сағынып жүрді дейді жары Рауза апай. Бұл кісі өзімді шындық үшін, адалдық үшін өмір сүрген адам. Өмірінде үлкен отбасынан шыққан, әке шешесі өте талантты кісілер болған, әкесі өлең жазған. Сол енді Алматыға барып оқып, сол жақта жүргенде бұл кісі көп уақыт журналистикамен айналысып кетті. Бірақ өлең деген қоймайды, бұл кісіні айналдырып, қайтып өлеңге алып келген алғашқы кітабы 39 жасынан шыққан. Соңға дейін бұл кісі журналистика отбасыға байланысты сондай жағдаймен өмір сүрді. Бұл кісі енді еш уақытта ешкімге өтірік айтпайтын. Адалдығы, адал жар, аяулы әке, немерелеріне керемет ақсақал. Ақын Зейнолла Әкімжанов Есләм Зікібаев азаматтық тақырыптарда қалам тербеген ақын болғанын айтады. Ол шығармаларында тек шындықты жүреткен. Есләм ағамыз еш уақытта кеудесін қағып мен деген ақын емес. Кейбіреулер бір қазақта мақал бар ғой, айдағаны екеске ысқырығы жерге ұрады деп. Сол бір екі-үш жинағы шықса, жер тек біліп, астын көрдімен жер тіреп, үстін көрдімен көк тіреп кететіндер болады. Бұл солай кеуде қаққан ақын емес. Бұның енді замандас сөзі заманына қарап та білуге болады. Кім замандастары? Замандастары Мұқағали, Қадыр, Мырза Әлиев, Тұманбай Молдағалиев, Кәкімбек Салықов, Жұмекен Нәжмеденов, міне осындай ақындармен қатар шыққан. Есләм Зікібаевтың артында бір ұлы мен екі қызы қалды.